212 мектеп гимназиясы қаламыздағы іргелі мектептердің бірі. Бірлестікте барлығы 10 ұстаз еңбек етуде. Оның ішінде 2 мұғалім тарих мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі, 5 педагог зерттеуші, 2 педагог сарапшы, 1 педагог модератор, 2 педагог мұғалім қызмет атқаруда. Тарих және қоғамдық пәндер әдістемелік бірлестігінің тақырыбы мектептегі тарих сабағы, басымдықтар және жетілдіру стратегиялары. Мақсаты тарихты зерттеудің әдіснамалық және концептуалдық негіздері. Тарихи концептілер негізінде оқытудағы зерттеушілік тәсілдеме. Тарих сабағында инклюзивті орта құру және оқушылардың тарихи ойлау дағдыларын дамыту. Оқушылардың тарихи ойлау және функционалдық оқу сауаттылығы дағдыларын қалыптастыру. Тарихты оқыту өзара байланыста және үнемі қозғалыста болатын күрделі процесс. Тарихты оқыту әдістемесі қоғам алдында тұрған жас ұрпақты тәрбиелеудің кешенді міндеттерін іске асыруға қызмет жасайды. Мұғалім өз пәнін қаншалықты жетік білгенімен, оқушылардың қызығушылығын оятып, шығармашылық әрекетін ұйымдастыра алмаса, айтарлықтай табысқа жете алмайды. Оқу материалын саналы түрде игеру үшін оқушылардың дербес жұмыс істеу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастырудың маңызы ерекше. Тарихты оқыту процесін жетілдіру мақсатында оқушының жақсы білім алу үшін оқушыға білім алуына қолайлы ортаны қалыптастыра отырып, сын тұрғысынан ойлай білуге, зерттеу жұмыстарын жүргізуге, оның нәтижесін көрсетуге, оқушының шығармашылықпен жұмыс жасауына бейімдеуіміз керек. Оқушылар негізгі тарихи фактілерді меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар олар ой елегінен өткізе отырып, теориялық білімдерді, тарихи процестің кейбір заңдылықтарын біліп алу керек. 21 ғасыр жаңа технологияларды сабақта пайдалана отырып, оқушылардың білім сапасын көтеруді талап ететін заман. Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып, оқушының ақыл ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Сабақ беру әдісінде оқушылардың өз бетімен танымдық қабілетін дамытуға бағытталған тапсырмалар беру арқылы оқушылар тарихи бейнефильмдер, әңгімелер, өлеңдер, реферат, сахналық қойылымдар, конспекті, тарихи картамен жұмыс, көне дүние жәдігерлерін таныстыруда, экскурсия сабақтарын ұйымдастыру арқылы пәнге деген қызығушылығын арттырады. Тарих сабағында ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар үшін қауіпсіз эмоционалды және ынталандыратын ортаны құрып, сараланған тәсілдерді іске асыру ерекшеліктерін түсіндіру керек. Бірлестік ұстаздарының жетістігі. Оқушымыз дарын республикалық ғылыми жоба конкурсының республикалық кезеңінен 1-ші орын, қазақтың тұңғыш ғылымдарының докторы Бекмаханұлы атындағы 3-ші республикалық Қазақстан тарихы қашықтық олимпиадасына оқушыларымыз қатысып, жүлделі 1-ші, 2-ші, 3-ші орындар және республикалық олимпиаданың 2-ші қалалық кезеңінде оқушыларымыз әр жыл сайын жүлделі орындар иемденуде. Зерде республикалық конкурсының қалалық кезеңде тарих өлкетану, этномәдениеттану секциясы бойынша оқушыларымыз 2-ші, 3-ші орындар және ұлттық рухани жаңғыру жобасы аясында жас өлкетанушы 2022 музейлік жоба байқауында дарын республикалық ғылыми жоба конкурсының қалалық кезеңдерінен 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломмен интеллект және нұр білім орталығының ұйымдастыруымен өткен республикалық дарынды үздік оқушылар сайысында құрмет грамотасымен оқушыларымыз марапатталды. Ұстаздарымыз Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің төс белгісімен марапатталды. Өз тәжірибелерін тарату мақсатында әлем тарихындағы әйгілі тұлғалар тақырыбында авторлық бағдарлама, кестелер мен сызбалар арқылы тарих сабағында оқушылардың қызығушылығын арттыру әдістемелік көмекші құралдары мен қысқа мерзімді жоспар үлгілері мен дидактикалық материалдары жарық көрді. 212 мектеп гимназия сыр өңірінің іргелі оқу орындарының бірі болып табылады. Заман талабына сай мектептің оқушылары ғылыми жобалармен айналысып, Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің ғалымдармен тікелей байланыс орнатқан. 20-шы жылы осы мектептің түлегі дарын ғылыми жобалар конкурсынан 1-ші орын алды. Мектептің оқушылары қазір грек, кәріс, орыс, қазақ этностарының осы сыр өңірінде репрессияланғандығы туралы үлкен мәліметтер көтеріп
үлкен ғылыми жобалармен айналысып жатыр. Өткен тарихыңды білмей болашақты болжау мүмкін емес дегендей, біздің тарихшы бірлестік мұғалімдерінің ұстанымы оқушылардың өткен тарихты біліп, болашақта Қазақстан Республикасының іргесін қалауда жақсы шәкірттер тәрбиелеу басты мақсатымыз болып отыр. Сондықтан да Қазақстан Республикасының әлемге танытатын білімді де білікті шәкірттер тәрбиелеуге өз үлесімізді қосудамыз.